Қалайсыздар? Босанғалы сөйлеп мүлдем сторисқа шықпаппын. Шашылып қалдым деп айтсам өте ұят, бірақ шүкір 4-ші бала болса да, әйтеуір басында шашылып барып жолдан жиналып алғаным бар. Оңай емес, қаншасыншы бала болса да адамнан адам шығу. Сол, бұйырса бүгін үйге қайтамыз, шүкір, қатты қуаныштымын. Кеше анализдер тапсырдық, шүкір, балада да өзімде де бәрі жақсы. Ойдағыдай шыға берсеңіздер болады, кеше шыға беріңіздер деген. Оған мен жоқ, үлгермейміз деп бүгінге жоспарлаған бар. Көбісі орамал туралы сұрапты, неге орамал тағып алғансың деген сияқты. Ол маңызды ма деп, оның барлығын айтам қазір. Біз біліп туылатын адам емеспіз ғой, бірақ біз естігенімізді, көргенімізді, білгенімізді жасаймыз. Өйткені менің екі мамам да, то есть енем де, өзімнің мамам да сол әңгімені қатты жетелеп тұрып айтып, миыма құйып тастағаннан кейін маған уже бұл дүние әдет болып қалды. Роддомға келе салып бірден босанғаннан кейін орамал тағып алатыным бар. Өйткені жаңа босанған әйелге түрлі дүние жабысқақ келеді. Әсіресе жамандар айналып жүреді, өйткені жаңа періште бар жанымда дегендей. Сол үшін де лажы болса, ыңғайы келсе орамал тағып емізіп, орамал тағып сөйтіп жүру керек. Үйде де, роддомда да. В общем, сол. Одан кейін енді 40 күн ғой, сол 40 күн күтіп жаңағы. Бұл сұрақ сол Каф Мариамды ішкеннен бастап көбейіп кетті. Қазір мынандай адамдар көбейіп кетіпті. Комментарий жазу керек дұрыс, бірақ біреудің өмірінде жеке басында ешкімнің шаруасы болмау керек. Мен босанып, сүйінші сұрап, ел алдында әрбір жаңалығымды бөлісіп үйреніп қалғаннан кейін сүйінші сұрап, әрбір видео салам, қуаныштан, мысалы, жұғысты болсын деп кейде өзім ниеттенем көп әйелдерге. Қазір бала көтере алмай жүрген қанша отбасы бар. Бір баланың исіне жете алмай жүрген қанша отбасы бар. Жұғысты болсыншы. Қатты ниеттеніп салам, өйткені мен ол әйелдің жаны әйел түсінетін, қатты түсінікпен қарайтын адамдардың бірімін, оның үстіне қуанышыңды бөліссең көбейеді дейді. Мен жыл сайын туам ба, күн сайын туам ба, 3 айда 2-ін туам ба, 1 жылда 5-ін туам ба, ешкімнің басын қатырмасын бұл дүние, өйткені ол менің өмірім, туып атқан мен. Дәл сол адамдарға айтып жатырмын, шаруаларыңыз болма. Бағана видео түсіреміз деп, Әлішердің дос баласы майблог қосын жасайды, осындай маған тәттілерді алып келіпті, видео түсірейін жатсақ. Онан, Дарханчик, рахмет көп-көп. Так приятно. Өзім қайнынам деп еркелеп қоям. Рахмет. Микки Маус. Микки Маус анау ма? Мынау ша. Болдым. Мына біздің құтыды. Рахмет. Болдым оны так. Ақшасы көп. Қойс? Бұл мультикті мен көрмегем. Прикинь. Кеш, қалайсыздар? Таңның атса, күннің батысы, уақыт тез өтіп кетеді. Ол неден? Ол Алматының пробкасынан. Көбісі негізі Алматының пробкасынан қашады ғой. Жаңбыр жауса бітті, вообще тіреліп қалады қала деген. Қаладан ауылға қайтамайсың. Ауылдан енді қалаға шығу тез шығар, енді білмеймін, таңертең бірақ өте қиын болады. Мен баяғыда студент кезімде қатты қиналатын едім ше. Не істейміз білмеймін, басқа елге көшіп кетеміз ба, басқа қалаға көшіп кетеміз ба. Қай қалада негізі пробка жоқ. Сосын айта кетейін, Алматының көшелерінің барлығы шұрық тесік. Жасыратын ештеңе жоқ, қаланың ішінің барлығы сондай. Ауыл аймақтары былай тұрсын, қаланың ішінде жолдар нашар.